Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы арифметикалық және геометриялық прогрессиялардың алғашқы n мүшесінің қосындысы. Сабақты жүргізетін Әлжанова Бақыт Қонысбайқызы Ақтөбе қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің математика пәнінің мұғалімі. Бүгінгі сабақта арифметикалық және геометриялық прогрессия алғашқы n мүшесінің қосындысының формуласын қолдануды қарастырамыз. Оған дейін сіздер прогрессия дегеніміз не, прогрессияны тізбектердің түрлері, арифметикалық және геометриялық болатындығын білетінсіздер. Және сабақ барысында біз ол формулаларға да тоқталып өтеміз. Енді сабақтың соңында бізде күтілетін нәтиже қандай? Сабақты меңгеру барысында біздер арифметикалық және геометриялық прогрессияға байланысты әртүрлі саладан есептер қарастырамыз. Соның ішінде геометриялық және арифметикалық прогрессияның алғашқы n мүшесінің қосындысын табуға нақты өмірмен байланысы бар мысалдар қарастырамыз. Және сіздер осы формуланың өмірмен байланысын түсінуді меңгересіздер. Өмірде әртүрлі организмдер геометриялық прогрессиялармен тікелей байланысты болады. Соның ішінде көбіне тез тарайтыны бұл бактериялар. Сондықтан тірі организмдерде бактериялар көп тарайтындықтан біз мынадай сіздерге тапсырма ұсынғым келіп отыр. Елбасы жолдауында жүктелген маңызды міндеттердің бірі ел денсаулығын қорғау. Ежелгі қазақ құрт ауруы деп атаған жұқпалы дерт жайылып жатқан мемлекеттер аз емес. Бұл әлемде ең көп тараған жұқпалы инфекциялық аурулардың бірі. Біздің елімізде денсаулық сақтау саласындағы маңызды бағыттардың бірі де осы туберкулезбен күрес мәселесі. Бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтері бойынша дүние жүзінде туберкулез ауруымен 8-10 миллион адам тіркеліп, 3 миллион адам қайтыс болады екен. 2012 жылы халықтың туберкулезбен ауруы жалпы республика бойынша 5,5%-ға азайып, 100 мың халыққа шаққанда 82,7 болған. Өлім-жітім көрсеткіші 2,5%-ға төмендеп, 100 мың халыққа есептегенде 7,2-ге түсті. 2013 жылғы 1 қаңтардағы көрсеткіш бойынша республикада азаматтық сектордағы фтизиатрлық бақылауда 24.265 ашық туберкулезбен ауыратын науқас бар. Ал туберкулез қандай ауру? Туберкулез адам ағзасына туберкулез таяқшаларының енуінен пайда болатын жұқпалы ауру. Туберкулез қоздырғышын неміс ғалымы Роберт Кох ашқан. Сондықтан бұл бактерияларды Кох таяқшалары деп атайды. Туберкулез аса қауіпті дерт. Ауру белгілері көпке дейін білінбейді. Аурудың жасырын кезеңі 3-12 апта. Кох таяқшалары әрбір 20 минутта көбейеді. Ал адам ағзасына енген соң 6 сағаттан кейін Кох таяқшаларының саны нешеге жетеді? Жақсы, енді бейнефильмді қарап болсаңыздар, байқағаныңыздай Қазақстан Республикасында түпкір-түпкір жерлерінде, аймақтарда туберкулез ауруына шалдыққан адамдарға байланысты, оның организмінде кездесетін бактерияларға байланысты видеофильм қараған боласыздар. Енді сұрақ сіздерге мынадай болды. 6 сағаттан соң Кох таяқшаларының саны нешеге жетеді? Сәл ғана ойлана тұрыңыздар, одан кейін қазір шешуін қарастырамыз. Енді осы есептің шешімін қарастырған болатынбыз. Мұнда яғни геометриялық прогрессия қолданылды, формулалар қолданылды. Яғни геометриялық прогрессияның еселігі 2 болып табылды. 2 деген санның әрбір дәрежелері келесі сан болып есептеледі. Тізбектің келесі мүшесі болып есептелді. Шешуінде жаңағыда презентация түрінде көрсететін болсақ, слайд түрінде шешуі, яғни 6 сағатта бізде 360 минут бар. 360 минутты әрбір 20 минут сайын көбейетіндіктен 20 минутқа бөлеміз.
Сонда нәтижесінде 18 рет, яғни 18-20 минутты кездестіреді екенбіз. Бірінші 20 минутта 2 бактерия болатын болса, ол 2-нің 1 дәрежесі болады. Екінші 20 минут бұл 40 минут. 40 минуттың ішінде 4 бактерия, яғни 2 бактериямыз 2-2-ге тағы да бөлініп, 2-нің 2-ші дәрежесін береді. Үшінші 20 минут бұл 60 минут. 8 бактерия болады, 2-нің 3-ші дәрежесін береді. Осылайша жалғаса береді. Осындай заңдылықпен жалғасып келіп, біз 18-ші ретте, яғни 360-ші минутта қанша бактерия бар екендігін таба алдық. Мұнда сонда 262.1144 бактерия бар деген сөз. Бұл сонда 2 деген санның 18-ші дәрежесін беріп тұр. Жақсы, енді бактерияларға келетін болсақ, күнделікті өзіміздің өмірде тұтынып жүрген тағамымызда болсын, тұтынып жүрген тауарларымызда болсын, бактериялар көптеп кездеседі. Соның көбею интенсивтігі тамақ өнеркәсібінде әсіресе көп кездеседі. Мысалы үшін ол сусындар дайындауда, ашытылған қандай да бір сүт өнімдерін дайындауда, тұздатылған немесе басқа бір консервіленген тамақ өнімдерін дайындау кезде бізде көптеп кездеседі екен. Немесе фармацевтік өнеркәсіпте дәрілерді шығару кезінде, вакциналарды шығару кезінде түрлі бактериялар кездеседі. Ауыл шаруашылығында, яғни қандай да бір өнімді алуда, бидай өнімдерін, жем, мысалы ауыл шаруашылығында қолданылатын жем өнімдерін алу кезінде де көптеп кездеседі екен. Коммуналдық шаруашылықта, мысалы табиғатты қорғау шараларында дейді, қандай да бір арықтан суларды тазалау кезінде де біз күнделікті өмірде байқаймыз бактерияның соншалықты көп екендігін. Табиғатта, яғни мұнай қалдықтарын тазалау кезінде кездеседі. Және осы табиғатта кездесетін бактерияларға қатысты жалпы адам денесінде, организмінде болатын өзгеріске қатысты бейнефильмді тамашалаңыздар. Гүлжан, саған не болды? Мен ауырып қалдым. Қашаннан бері? Кешегі күннен бері. Емделіп жүрсің бе? Жоқ, өзі кетеді деп ойлаймын. Сенің ағзаңда тәулік сайын қандай өзгерістер болатынын білесің бе? Жақсы, осы бейнефильмнен сіздер нені байқадыңыздар? Жақсы, екі сыныптас құрбы бір-біріне сұрақ қою арқылы диалог жүргізді. Гүлжан деген оқушының бойында қандай да бір өзгерістер, организмінде кездесетін өзгерістерге қатысты сұрақ қойылған болатын. Енді осыған сәйкес мынадай бактерияға тірі организмде кездесетін есеп қарастырайық. Бактерия тірі организмге түсіп, 20 минут соңында 2 бактерияға бөлінеді. Олардың әр қайсысы келесі 20 минут соңында 2 бактерияға бөлінеді. Және осылайша жалғаса береді. Бір бактериядан таралған тәулік соңындағы бактериялар санын табыңыз. Сәл ғана ойлана тұрыңыздар. Одан кейін жауабын келтіреміз. Тәулік соңы деген сөз, ол 24 сағаттың ішінде деген сөз. Жаңа ғана келтірілген мысалға ұқсайды. Бактерия тірі организмге түсіп, 20 минут соңында 2 бактерияға бөлінеді. Олардың әр қайсысы келесі 20 минут соңында 2 бактерияға бөлінеді. Және осылайша жалғасады. Сұрақ: тәулік соңында адам ағзасында қанша бактерия түзіледі? Шешуі: бір тәулікте 1440 минут бар. Әрбір 20 минут сайын жаңа ұрпақ пайда болады, яғни тәулігіне 72 ұрпақ. Геометриялық прогрессияның алғашқы n мүшесінің қосындысы бойынша b1 тен 1, q тен 2, n тен 72. Демек, тәулік соңындағы адам ағзасындағы барлық бактериялар саны 4 септиллион, 722 сектиллион, 366 квинтиллион, 482 квадриллион, 869 триллион, 645 миллиард, 709 миллион, 213 мың 695. Жақсы, енді бейнефильмді тамашалап болсақ, енді келесі осы есептің шешуін нақтылап кетейік. Шешуі жағында есеп берілген шарты бойынша бір тәулікте сонда бізде 1440 минут бар. Әрбір 20 минут сайын жаңа бактерия пайда болатын болса, онда тәулігіне 72 жаңа бактерия пайда болады деген сөз.
Мұнда да геометриялық прогрессияның алғашқы n мүшесінің қосындысы қолданылады. Яғни бірінші B1-ді бірінші бактерия ретінде қарастырамыз, яғни тізбектің бірінші элементі 1 болып табылады. Q еселігіміз 2-ге тең болып табылады, және бір тәулікте кездесетін бактериялар санын мүшелер саны тең деп аламыз, n тең болады 72. Сонда 72-ші мүшенің, алғашқы 72 мүшенің қосындысы 2-ның 72 дәрежесі минус 1. Нәтижесі неше шығатынын жаңа байқадыңыздар. Өте үлкен сан шығады екен, дегенмен бір тәулікте кездесетін бактерияның саны сондай көптеп кездесетіндігін байқадық. Енді арифметикалық және геометриялық прогрессия анықтамаларына тоқталып өтсек. Егер A1, A2, A3, тағы сол сияқты, AN, тағы сол сияқты тізбегінің екінші мүшесінен бастап, әрбір мүшесі өзінің алдындағы көршілес мүшеге бірдей тұрақты санды қосқанға тең болса, онда бұл тізбекті арифметикалық прогрессия деп атайды. Енді геометриялық прогрессия деп отқанымыз, егер A1, A2, A3, тағы сол сияқты AN тізбегінің екінші мүшесінен бастап, әрбір мүшесі өзінің алдындағы көршілес мүшені бірдей тұрақты нөлден өзге санға көбейткенде шығатын болса, онда бұл тізбекті геометриялық прогрессия деп атайды. Сонымен балалар, сіздер нені байқадыңыздар? Прогрессияның екі түрі болды, я? Арифметикалық прогрессия және геометриялық прогрессия. Геометриялық прогрессия ол тез еселеніп отырады, яғни мұнда бізде көбіне қолданылатын көбейту амалы, немесе егер кемелі болатын болса, бөлу амалы қолданылады, еселігі деп айтылады. Арифметикалық прогрессияда қосу амалына қатысты тізбек пайда болады. Сабақ басында біз айтып кеткенбіз, арифметикалық прогрессия мен геометриялық прогрессияның көптеген формулалары бар, сол формулаларға тоқталып өтейік. N-ші мүше формуласы. Арифметикалық прогрессияда кез келген n-ші мүшесін табу формуласы AN тең болады A1 плюс D n-1. Яғни бірінші мүшесі менен айырмасын n-1-ге көбейтіп қосқанға тең. Геометриялық прогрессияда n-ші мүшесін табу формуласын, мысалы біз тізбекті B тізбегі деп алатын болсақ, онда Bn тең B1 көбейту Q-дің n-1 дәрежесі. Мұндағы B1 деп отқанымыз сол тізбек геометриялық прогрессияның бірінші элементі, Q деп отқанымыз еселігі. Арифметикалық прогрессия айырмасының формуласы D тең болады. Әрбір келесі тұрған мүшесінен алдыңғы тұрған мүшесін шегергенге тең, яғни AN плюс 1-ден AN-ді шегереміз. Ал геометриялық прогрессия еселігінің формуласы әрбір келесі тұрған мүшесін алдыңғы тұрған мүшесіне бөлгенге тең болады. Q тең болады Bn плюс 1 бөлінген Bn. Алғашқы n-ші мүшесінің формуласы, қосындысының формуласы, кешіріңіздер, арифметикалық прогрессияда алғашқы n мүшесінің қосындысының формуласы Sn деп белгілейміз. Ол тең болады бірінші мүшеменен n-ші мүшесін қосып, 2-ге бөліп, n-ге көбейткенге тең. Ал геометриялық прогрессияда Sn тең болады бірінші мүшесін еселіктің n дәрежесінен 1-ді шегеріп, және Q-1-ге бөлгенге тең болады. Енді прогрессияның жалпы қасиеті, мынадай тағы да бір формулалары кездеседі. n-ші мүшесін табуға, мысалы арифметикалық прогрессияда AN тең болады, AN-1 плюс AN плюс 1 бөлінген 2 формуласын қолдануға болады. Бұл деген сөз, егер белгісіз мүшенің көршілес мүшелері белгілі болса, онда ол екеуін сәйкес элементтерін қосып 2-ге бөлгенге тең. Ал геометриялық прогрессияда Bn тең болады, түбір астында Bn-1 көбейту Bn плюс 1. Яғни, белгісіз элементті мүшесін табу үшін, оның көршілес 2 мүшесін геометриялық ортасын тапқанға тең болады. Енді оқулықпен кішкене жұмыс жасап көрейік. Шыныбеков оқулығында 9-шы классқа арналған алгебра оқулығында нөмірі 208-ші есепті назар аударыңыздар. Есепте былай дейді: егер тізбектің бірінші мүшесі минус 3-ге тең болса, айырмасы 0,17-ге тең болса, онда тізбектің 11-ші элементін A11-ді табыңыз дейді. Екінші есеп, бірінші мүшесі 18-ге тең болса, айырмасы минус 0,15-ге тең болса, онда тізбектің 20-ші мүшесін табыңыз дейді.
тізбектің бірінші мүшесі 20-ға, айырмасы 3-ке тең болса, онда 5-ші мүшесін табу керек болады. Және Б бірінші, яғни бірінші мүшесі 5,8-ге және айырмасы -1,5-ге тең болса, онда осы тізбектің 21-ші мүшесін табыңыз дейді. Енді біз бұл есептің барлығын шығарып жатпайық, біз тек қана біріншісі менен төртіншісін ғана шығару жолын көрсетейік, қалғанын сіздер өздеріңіз орындап шығарасыздар. Бірінші анықтама бойынша біздің білетініміз n-ші мүшесін табу формуласы an тең болады a1 қосу n-1d екенін білеміз. Сондықтан 11-ші мүшені табу үшін біз бірінші мүшеге 10 еселенген айырманы қосуымыз керек. 11-ші мүше сонда a11 тең болады -3 плюс 10 көбейту 0,7. Есептеп шығарсақ, онда a11-ші немесе тізбектің 11-ші мүшесі 4-ке тең болады екен. Жауабы 4. Келесі 4-ші есебін қарастырып жіберсек, онда тізбектің 21-ші элементінің мүшесін табу керек болатынды. 21-ші мүшені табу үшін біз бірінші мүшеге 20 еселенген айырманы қосуымыз керек. Яғни сонда b 21-ші тең болады 5,8 қосу 20 көбейту -1,5 қосу 5,8 -30 тең болады -24,2-ге. Демек, тізбектің 21-ші мүшесі -24,2-ге тең екен. Жауабында -24,2 шығады. Бұл енді бізде арифметикалық прогрессияға келтірілген есеп болатынды. Енді келесі мынадай есеп берілген. Мысалы, Марат 315 есепті шығаруы тиіс. Күн сайын ол алдыңғы күнге қарағанда белгілі бір есептер санын артық орындайды. Бірінші күні Марат 11 есеп шығарғаны белгілі. Егер Марат барлық есепті 9 күнде шығарып бітірсе, соңғы күні неше есеп шығарғанын анықтаңыз. Есеп түсінікті ме? Яғни бізде бұл жерде барлығы 315 есеп. Демек, n тең болады 315-ке. Бірінші күні 11 есеп шығарды деген сөз, тізбектің бірінші мүшесі 11-ге тең деген сөз. 9 күн, яғни барлығы 9 күнде шығарып бітірсе, онда соңғы 9-шы күні неше есеп шығарғанын табуымыз керек. A9-ды, яғни тізбектің 9-шы мүшесін табуымыз керек. Енді келесі бейнефильмге назар аударыңыздар. Марат 315 есеп шығаруы тиіс. Күн сайын ол алдыңғы күнге қарағанда белгілі бір есептер санын артық орындайды. Бірінші күні Марат 11 есеп шығарғаны белгілі. Егер Марат барлық есепті 9 күнде шығарып бітірсе, соңғы күні неше есеп шығарғанын анықтаңыз. Шешуі. Есеп арифметикалық прогрессияға берілген. Алғашқы күні 11 есеп шығарды дегені A1 тең 11. Ал күндер саны арифметикалық прогрессиядағы мүшелер санын білдіреді. N тең 9. 9 күнде орындалған есептердің барлық саны арифметикалық прогрессиядағы алғашқы 9 мүшесінің қосындысын береді. S9 тең 315. Сонымен, прогрессияның соңғы мүшесі A9-ды табу керек. S9 тең A1 қосу A9 бөлу 2 көбейту 9. 315 тең 11 қосу A9 бөлу 2 көбейту 9. 11 қосу A9 тең 70. A9 тең 59. Сонымен Марат 9-шы күні 59 есеп шығарған болады. Жақсы, осы бейнефильмнен сіздер байқағаныңыздай, арифметикалық прогрессияның n-ші мүшесін табу формуласын қолданған болатынбыз. Егер бейнефильмді түсініп болсақ, енді ары қарай біз келесі тағы да бір Шыныбек оқулығынан, алгебра оқулығынан 9-шы классқа арналған келесі геометриялық прогрессия үшін есепті қарастырайық. Нөмір 238-ші есеп. Геометриялық прогрессия берілген. Бірінші, q тең болады 3-ке, яғни прогрессияның еселігі 3-ке тең, бірінші мүшесі 2-ге тең, және n-ші мүшесі белгілі 162-ге тең. Екінші есепте q тең болады 0,5-ке,
бірінші мүшесі 128-ге тең, және n-ші мүшесі 1-ге тең. Үшінші, q тең болады минус 3-тен 2-ге, b бірінші, яғни бірінші мүшесі тең болады 4-тен 81-ге, n-ші мүшесі тең 4-ге. Және төртінші мүше, q тең болады, төртінші есеп, q тең болады 0,1-ге, бірінші мүшесі 2-ге тең, және n-ші мүшесі 0,2-ге тең болса, онда n-ді табыңыз. Енді бұл жерде балалар, n-ді тап деп отқанымыз, бұл геометриялық прогрессиядағы мүшелер, яғни мүшелер санын табу керек тізбектегі. Есеп түсінікті ғой. Бірінші мүше белгілі болғандықтан, q белгілі болғандықтан, және соңғы мүшенің саны белгілі болғандықтан нешеге тең екендігі. Демек, біз прогрессияның, геометриялық прогрессияның формуласын қолдана отырып, n-ді жеңіл таба аламыз деген сөз. Өздеріңіз сәл ғана ойланып шығарып көріңіздер формула арқылы. Қазір сосын шешуін қарастырамыз. Геометриялық прогрессияның n-ші мүшесін табу формуласы бұл бірінші мүшеменен q-дің n-1 дәрежесінің көбейтіндісінен тұратынын білеміз. Ендеше, осы есептің бірінші және төртінші есептерін шығарып көрсетейік, ал қалған екінші және үшінші есепті өздеріңіз шығарып үйден дайындағыңыздар. Геометриялық прогрессия үшін берілген бірінші есеп q еселігі 3-ге тең болса, b бірінші 2-ге тең болса, n-ші мүшесі bn 162-ге тең болса, табу керек болатынды n нешеге тең екен. Яғни, осы берілген тізбектегі мүшелер саны нешеу, соны табуымыз керек. Геометриялық прогрессияның n-ші мүшесінің формуласы bn тең болады b1 көбейту q-дің n-1 дәрежесі. Егер осы сандық мәндерін орнына қоятын болсақ, онда 162 тең 2 көбейту 3-дің n-1 дәрежесі. Осыдан 3-дің n-1 дәрежесі 162 бөлу 2-ге тең. Сонда теңдіктің сол жағында 3-дің n-1 дәрежесі тең болады екен 81-ге. Оң жағында 81 деген сан шығады. Енді 81 деген сан ол қандайда бір санның дәрежесін береді. Егер ойланып қарасаңыздар, біздер негізі 3-ке тең болатын санның дәрежесіне келтіруімізге болады. Сонда теңдіктің сол жағында 3-дің n-1 дәрежесі болады екенде, теңдіктің оң жағында 3-дің 4-ші дәрежесі болады. Сонымен қатар сіздер білесіздер, негіздері бірдей дәрежелерді теңестіруге болады. Сонда бізде берілген теңдіктің негіздері 3 болып тұр, оң жағында да сол жағында. Сондықтан біз негіздерін алып тастап, дәрежелерін теңестіреміз. n-1 тең болады 4-ке, демек n тең болады 5-ке. Сонда жауабы бұл тізбектің 5 мүшесі бар екен. n тең болады 5. Немесе 5-ші мүшесі 162-ге тең деп те айта аламыз. Жақсы. Енді олай болатын болса, келесі 4-ші есепке назар аударайық. 4-ші есепте тағы да q берілген, яғни геометриялық прогрессияға қатысты есеп болғандықтан, q бұл жерде еселік болып тұр. 0,1-ге тең. Тізбектің бірінші мүшесі b1 тең болады 2-ге, және тізбектің n-ші мүшесі bn тең болады 0,2-ге. Геометриялық прогрессияның n-ші мүшесінің формуласы арқылы, n-ші мүшесінің табу формуласы арқылы, біз келесідей теңдіктерді аламыз. Яғни bn тең болады b1 көбейту q-дің n-1 дәрежесін білеміз, сондықтан орнына сандық мәндерін қоямыз. Демек, 0,2 тең болады 2 көбейту 0,1-дің n-1 дәрежесі. Тағы да бұл жерде 0,1-дің n-1 дәрежесі тең болады екен 0,2-ні 2-ге бөлгенге. Сонда теңдіктің оң жағында бізде шығады 0,1. Демек, 0,1 деген санды біз қандайда бір санның дәрежесіне келтіруіміз керек. Егер байқаған болсаңыздар, сол жағында бізде 0,1 деген негізі болады, сонда 0,1-дің кубын береді екен. Демек, 0,1-дің n-1 дәрежесі тең болады 0,1-дің кубына.
Тағы да бұл жерде негіздері бірдей, дәрежелердің қасиеттерін қолданамыз. Екі жағында да бізде негіздері 0,1 болып тұр. Сондықтан біз негіздерін алып тастап, дәрежелерін теңестіруімізге болады. Демек, n-1 тең болады 3-ке. Бұдан шығатын қорытынды n тең болады 4-ке. Берілген геометриялық прогрессияның 4 мүшесі бар, және 4-ші мүшесі b4 тең болады екен 0,2-ге. Жауабы n тең болады 4-ке. Жалпы прогрессияның біз көп салаларда қолданыстарын қарастырған болатымыз, соның ішінде медицинадағы прогрессияны қарастырып кетейік. Дәрігерлердің нұсқауы бойынша емделуші дәрі-дәрмекті келесідей тәртіппен қабылдайды. Бірінші күні ол 5 тамшы ішеді. Әрбір келесі күндері алдыңғы күнге қарағанда 5 тамшыға артық ішеді. Яғни бірінші күні 5 тамшы ішсе, екінші күні 10 тамшы, үшінші күні 15 тамшы. Осылайша ол 40 тамшы қабылдаған соң, 3 күн бойына 40 тамшыдан қабылдайды. Одан кейін әр күнде 5 тамшыға азайтып, соңғы 5 тамшыға дейін жеткізеді. Егер дәрі 20 мг болатын болса, онда 250 тамшы болатын болса, онда емделушіге қанша құты сатып алу керек? Біз соны анықтауымыз керекпіз. Сонда бір құтымыз 250 тамшыдан тұрады екен. Енді осы есептің берілгені бойынша өздеріңіз тізбек құрастырып көріңіздер. Қандай тізбек шығатынын қазір есептің шешуінде көрсетеміз. Және келесі бір бейнефильмге назар аударайық. Көріңіз. Саламатсыз дәрігер. Бұнда отырамыз. Не болып қалды, қай жеріңіз алды? Дәрігер, мен өзімді бір көмекте жағымсыз сезініп жүрмін, сізге келіп едім қарауға. Жарайды, бек сіздің бірінші. Басыңыз жоқ қалды секілді мүмкін. Қысыңыз көтеріп қашып. Қысымыңыз қалыпты екен, ешқандай недерді байқап тұрған жоқ, мүмкін ішіңіз немесе беліңіз ауырып тұрған шығар, келіп жерге жатамыз, сізді дұрыстап қана көрейік. Аяқ киім шешу керек пе, дәрігер? Шешіңіз. Айланамыз. Тамақ жегенде егер сол ішінде дәрігер осы жерін алып тұр, ішіңіздің ауыратынын байқалып тұр. Яғни қазір мен сізге бірнеше дәрілердің тізімін беремін, соны қабылдаңыз. Сіз аяқ киіміңізді киіңіз, мен сізге дәрілердің атын жазайын. Есіміңіз кім болады? Комсакова Асимжан. Нешінші жылғысыз? 99. Болдыңыз ба? Келіп отырыңыз. Мен сізге қазір бастапқыда дәрі беремін, яғни 5 тамшы суға 5 тамшы тамызасыз. Тамақтың алдында сіз тамақты ішіп болдыңыз ба, әлде енді ішесіз бе? Тамақ ішіп болдым. Ішіп болдыңыз ба? Қанша уақыт болды ішіп болғаныңыз ба? Сізге келместен бұрын жарты сағаттай болған. Онда тамағыңыз сіңіскен. Яғни мен сізге қазір 5 тамшы суға 5 тамшы тамызып жаңағы дәріні беремін. Сосын сіз үйіңізге барғаннан кейін әр күн сайын, яғни 5 тамшыдан қосу арқылы ішесіз. Сосын есіңізде сақтаңыз. Егер 40 тамшы болған күні 3 күн қатарынан 40 тамшы қабылдайсыз да, кейінгі күндерде оны азайтасыз, яғни 5 тамшыға азайтатын боласыз. Міне сол жақсы дәрігер.
бәрі келіспегенде жана осындары қабылдаңыз. Жақсы сау болыңыз. Рахмет. Жақсы, енді жаңағы алдында ғана айтылған есепті бейнефильмнен тамашалаған болатынсыздар. Демек, бұл прогрессияның күнделікті өмірде, медицинада да, өз өмірімізде де кездесетіндігіне көз жеткіздік. Егер есепті шығарып болсаңыздар, шығару жолына көшейік. Есеп шарты бойынша бізде тізбек құрылып керек болатынды. Бірінші 5 тамшы ішеді бірінші күні, екінші күні 10 тамшы, үшінші күні 15 тамшы. Осылайша 5 тамшыға көбейту арқылы 35 тамшы 40 тамшыға келеді. 40 тамшы болған күні ол қатарынан 3 күн 40 тамшыдан ішу керек болатынды. Демек, тізбектің келесі элементтері 40, 40, 40 болады. Одан кейін 5 тамшыға азайтатын. Яғни келесі енді тізбегіміз біздің кемейді. 35 тамшы, 30 тамшы, осылайша 15 тамшы, 10 тамшы және 5 тамшы болады. Енді бұл жерде бізде тағы да арифметикалық прогрессия қолданып тұр. Арифметикалық прогрессияның сонда бірінші элементі 5 болатын болса, бірінші мүшесі, соңғы мүшесі 40-қа тең болады деген сөз. Яғни біз 5-тен 40-қа дейінгі сандарды алып тұрмыз. Келесі, енші мүшенің формуласы бойынша 40 тең болады. 5 қосу n-1 көбейтілген 5. Бұл жердегі 5 қосу дегендегі 5 бұл бірінші элементі болып тұрды, ал айырмасы d тең болады, тағы да 5 болып тұр. Сонда егер біз мына теңдеуді шығаратын болсақ, онда 5n тең болады 40-қа. Демек, n тең болады 8-ге. Алғашқы 5-тен бастап 40-қа дейінгі цифрлардың арасында тізбектің мүшесінің 8 мүше бар екен. Демек, осы 8 мүшенің біз қосынысын табуымыз керекпіз. S8 тең болады 5 қосу 40 бөлу 2 көбейту 8-ге. Яғни біз бірінші мүшесіменен соңғы 8-ші мүшесінің сандық мәнін қосып, 2-ге бөліп, мүшелер санына көбейттік. Сонда 8-ші мүшесінің, алғашқы 8 мүшесінің қосынысы 180 болып тұр. Енді келесі, біз егер осы тізбекті соңынан бастап қарайтын болсақ, 5, 10, 15, 35, жаңағы айтып отқан 40-қа дейінгі сандарымыз тағы қайталанып отыр. Осы тізбек ішінде біз арифметикалық прогрессияны қолданамыз. Яғни шығару жолы дәл жаңа жоғарыда айтылып өткендей болады. Алғашқы сонда 8 мүшесінің қосындысы тағы да 180 болады. Енді осы тізбек берілген сандар тізбегінің ортасында 40 деген сан қалып қойып тұр. Сондықтан бірінші бөлігіндегі 5-тен 40-қа дейінгі сандар менен соңғы бөлігіндегі 40-тан 5-ке дейінгі сандар арифметикалық прогрессияның қосындысы 180 қосу 180 қосу 40 тең болады екен 400. Енді бұл жерде 400 деп отқанымыз не? 400 деп отқанымыз әлгіндегі науқастың қабылдайтын тамшыларының саны. Яғни осы ретпен, егер дәрігер ұсынған ретпен қабылдайтын болса, ол барлығы 400 тамшы қабылдау керек болатын. Сонымен қатар естеріңізде болса, бір құтыда 250 тамшы бар болатын. Демек, бір құтымыз 250 тамшы тұратын болса, барлық тамшылар саны 400-ді 250-ге бөлеміз. Нәтижесінде 1,6 шығады. Енді 1,6 құты деп біз дәріханаға барып олай айта алмаймыз, сондықтан біз артығымен алуымыз керек болады. Дөңгелектесек, онда бізде 2 құты бар болады. Жауабы дәрігер ұсынған дәрігердің ұсынысы бойынша біз 2 құты сатып алуымыз керек. Жауабы 2 құты. Келесі. Сонымен қатар прогрессияның сауда-саттықта да алатын орны бар екен. Қазіргі таңда әлемдік нарықта көптеген елдер отандық өнімдерімен тауар алмасып отырады. Бүгінде әлемдік тауар алмасуда әртүрлі дамуы мен мәртебе жағынан сан қилы елдер кездесіп жатады. Соның ішінде өзіміздің елімізде де шетелдік брендтік тауарларды тұтынушылар саны көптеп кездеседі. Енді осы брендтік тауарларға қатысты прогрессия қай жерде қолданылады екен, соған назар аударайық. Келесі видеоматериал тамашалаңыздар. Мынадай есеп құрастырылады. Бейнефильмге дейін біз бір есепті қарастырып жіберейік, шартын, содан кейін бейнефильм қарайсыздар. Асан құны $800 тұратын брендтік спорт аяқ киімін армандайды. Оның барлық ақшасы $290 құрайды. Баласының осы мәселесін шешуге әкесі ұсыныс жасайды. Егерде Асан
үй тапсырмасын жақсы орындаса, онда әкесі оған мынадай жеңілдіктер ұсынады. Бірінші күні 0,5 доллар, екінші күні 1 доллар, үшінші күні 2 доллар береді. Егер Асан үй жұмысын жақсы орындаса, 10 күн ішінде қажетті сумаға қол жеткізе ме? Біз соны анықтауымыз керек. Байқағаныңыздай, бұл жерде әр күні алып отқан доллар мөлшері бұл геометриялық прогрессияны беріп тұр. Есепті өздеріңіз шешіп көріңіздер, қазір видео бейнені қараймыз. Бұл Асан. Ол құны 800 долларды құрайтын спорт аяқ киімін армандайды. Өкінішке орай, Асанның бар ақшасы 290 долларды құрайды. Оның әкесі баласының мәселесін шешуге көмектескісі келіп, Асанға ұсыныс жасайды. Егер ол үй жұмысын жақсы орындаса, онда бірінші күні 0,5 доллар, екінші күні 1 доллар, үшінші күні 2 доллар береді. Сұрақ: егер Асан үй жұмысын жақсы орындаса, 10 күн ішінде қажетті сумаға қол жеткізе ме? Шешімі: бұл есеп геометриялық прогрессияның алғашқы n мүшесінің қосындысының формуласы арқылы шығарылады. B1 тең болады 0,5. Q еселігі тең болады 2-ге. Прогрессияның қосындысы S10 тең болады 0,5 көбейту 2-ның 10 дәрежесі -1 бөлінген 2 -1 тең болады 0,5 көбейту 1023 бөлінген 1 тең болады 511,5-ке. 511,5 қосу 290 тең болады 801,5. Демек, Арманға өзіне қажетті затты алуға ақшасы жетеді деген сөз. Жауабы 801,5 доллар. Жақсы, енді осы есепті байқағандарыңыздай Асанға әкесінің берген күнделікті беріп тұрған ақша көлемі жеткілікті болды. Тіпті 1,5 доллар артып қалды деген сөз. Егер сұрақтарыңыз болса, бүгінгі сабақ туралы ойларыңызды айта отырсаңыздар. Сабағымыз себебі аяқталуға жақын қалды. Бүгінгі сабақ туралы қандай ойыңыз бар? Сабақ ұнады ма? Жақсы, мен сіздермен келісемін. Келесі сұрақ: қандай қиындыққа кезіктіңіздер? Қиындық ондай көп кездеспеген сияқты, себебі біз сабақ барысында арифметикалық және геометриялық прогрессияға тоқталып өттік, анықтамаларын қайталап өттік, және формулаларын таблица түрінде, кесте түрінде кездестірдік, әрқайсысына жеке-жеке тоқталып өткен болатынбыз. Сондықтан әрбір есеп сайын, әрбір бейнефильм сайын осы формулаларды қолданып отырдық. Және осы сабақтан сіздер не үйрендіңіздер? Жақсы, өмірде, яғни өздеріңіз келесіде прогрессияға қатысты формулаларды, жалпы прогрессияның қай жерде қолданысы бар екендігін уже естеріңізде алып жүретін боласыздар. Соңғы сұрағым: келесі сабақтарда тағы нені білгіңіз келеді? Өте жақсы. Сіздерге берілетін тапсырма енді осы прогрессияның бүгін мысалы кездестірген салаларынан басқа, бүгінгі сабақта ұсынылған салалардан басқа қандай салаларда қолданылады? Соны сіздер ғаламтор арқылы немесе кітаптан оқу арқылы іздестіріп, зерттеп көріңіздер. Үй тапсырмасын жазып ала қойыңыздар. Шыныбеков оқулығында 9 классқа арналған нөмір 258 есеп. Яғни біз формулаларды айтып, өткен формулаларды қайталау мақсатында келесідей есептерді шығарып көрейік. 258 есепте 2 қосу 4 қосу 6 қосу тағы сол сияқты 2n табу керек, қосынысын табу керек. Байқағандарыңыздай бұл жерде жұп сандардың қосынысы тұр.
Келесі екінші есебінде керісінше енді тақ сандардың қосындысы тұр. Осы қосындыны табу керек. Яғни формула бар, сіздер шығарады деп мен ойлаймын. Нөмір 262 есеп. Егер геометриялық прогрессия үшін алғашқы 2 мүшенің қосындысы 4-ке тең болса, алғашқы 3 мүшенің қосындысы 13-ке тең болса, онда алғашқы 5 мүше қосындысы S5-ті табыңыз. Бұны да тез табады деп ойлаймын. Себебі бұған қатысты бүгін есептер шығардық. Яғни алғашқы n мүшенің қосындысын табуға, формуланы қолдануға қатысты есептер қарастырдық. Ең сабағымызда қолданылған материалдар, оқулықтар жөнінде айта өтетін болсақ, Шыныбеков оқулығы алгебра 9 класс үшін және Марткович оқулығы алгебра 9 класс үшін задачник бөлімінде есептер қарастырған болатынбыз. Және келесі сайтта Wolfram Alpha.com сайтында материалдар алынған болатын ресурстар. Егер сабақ түсінікті болса, сұрақтарыңыз жоқ болса, мен сіздерге көп рахмет айтам. Назарларыңызға рахмет. Осы арифметикалық және геометриялық прогрессияның формулаларын өмірде тиімді қолдана алады деп мен сенемін. Үй тапсырмасын орындап келіңіздер. Рахмет.